Сәлем достар, қалайсыздар? Және достар, ақша шығарып көздеріңізше көрсетейін, барлығы үшін екен. Бұл үшін вывести средства кіресіз. Мен пайырға шығаратын болам. Пайырға кіресіз. Накопительный счеттан емес, мен мынадан алатын болам. 3 рубль. Иә, мен осыдан алам. Сумма вводы дейді. Мен барлығын шығарам. Яғни 3-13-тің бәрін шығаратын болам. Бүлікті көрсетпеген екен ғой. Ойғыдай. Достар, мына шетке өзіңіздің кошелегіңізді көрсетіңіз. Мен сияқты ұмытып кетпеңіз. Басыңызды ұмытып кеткен сияқты. Мен басымды ұмытып жүрмеймін. Бұл пайыр кошелек, айтпақшы білмегендеріңіз болса, көп жерде пайыр кошелектің пайдасы өте көп. Оған ондай уақыт кетпейді, көп ашып алуға, басқасы нелер сияқты. Қараңыздар, 13-84 рубль барлығын айтатын болсақ, 13 рубль 84 копейка. Ал енді шығарайық. Номерді мына жерге вставить дейсіз. Және шығарасыз, без комиссия дейді. Не достар, заявка сформирована дейді. Қазір ақша келетін болады. Достар, көрдіңіздер ғой, мен ақша бұл жерден шығарғанмын. Заявка выполнена, 7 рубль шыққан. Ал енді анау бұл енді андай емес, автоматически шықпайды. Енді күте тұрамыз ба. Достар, көп те уақыт өткен жоқ. Не қараңыздар, 2-де деп атыр, 43 деп атыр ғой. 1-2 минуттың ішінде заявка қабылданды. Яғни 3 рубльіміз шықты міне. Заявка на вывод выполнена. Яғни заявка орындалды. Яғни тексерейікші ал. Келді ма, келген жоқ па? Не достар, келіпті. Ешқандай да комиссия жоқ, шынымен 3-13 шықты. Енді жаңағы ненің аты жоқ. Webflex'тің. Бірақ invoice number деп тұрады. Бұл білемін, өткені бұрын шығарғанмын бұдан. Дәл сол 7-62 шығарған. Мынау да сол бүгін дәл осығанда шығарған. Міне 4-45 кеткен кезде 29 сентябрь 2020 жыл. Достар, барлығын көрсеткенмін деп ойлаймын. Ешқандай да сұрақтарыңыз жоқ шығар. Сайт шынымен де төлейді. Ешқандай остановка жоқ. 2-3 минуттың ішінде ақша бірден келді. Автоматически сияқты типа. Достар, көрдіңіздер ғой. Сондықтан да ешқандай күмәндарыңыз болмасын. Тіркеліңіздер, менімен бірге ақша табыңыздар. Сау болыңыздар достар.